Ассалаумағалейкум. Мына осы американский ақ альпилар сатылады. 4 бас құжатымен. Ешқайсы әлі төлдемеген. Кейбіреулері девичий молоконы беріп жатыр. Әлі текеге жәндегі сол түспеген, төлдемеген. Бірақ енді қазір маған келгелі. Бұлардан уже бір үшеуі ма текеге түсіп қойды. Бұлардан уже текеге түсті. Құдай қаласа, Алла нәсіп қылса, егерде содан тоқтаса, күзде төлдейді. Олар литраждары өте жақсы, сонымен қатар жәндегі скрещивание жолымен, асылдандыру жолымен осылай пайда болған. Яғни 5-6 линия, даже 6-7 линияға шейін өткен чистопородный американский альпийский текемен ең бастапқы нелері занем болған. Сөйтіп содан таза қанды американский текелерді қосу арқылы міне осындай керемет чистопородный ақ альпилар шыққан. Барлығы Елена Гамбургтан. Ол өте мықты казавод. Оның ешкілерінің бәрі длительность лактации өте ұзақ, яғни сауын уақыттары өте ұзақ. Қазір менде 2 жылдап сауылып тұрған, уже 3-ші жылға кетіп баратқан ешкісі де бар. Міне көрсеңіздер, ешкілер өте әдемі. Барлығы жас ешкілер. Алла нәсіп қылса енді бірінші тума болады. Барлығы құжаттарымен ақ альпилар. Міне көрсеңіздер болады. Ақ альпийский чистопородный ешкілеріміз. Бұлар тағда айтайын. Уже 6-7 сондай поколениясінде жәндегі аналығы занем болған. Сөйткендағыны содан кейін уже 6-7 поколение американский линияда чистопородный теке қосу арқылы сонымен уже скрещивание жолымен, яғни асылдандыру жолымен қазір чистопородный альпилар болып тұр. Енді Алла нәсіп қылса, бұлардың литражы да өте жоғары болады деген ниеттеміз. Одан кейін қазірдің өзінде уже ешкілерден ақ көрініп тұр. Қазірдің өзінде сасоктарын көрсеңіздер, өте әдемі. Девичий молокода беріп жатыр. Міне жердің сасоктары өте әдемі. Көрсеңіздер. Құдай қаласа, жақсы сүтті ешкілер болады. 4-еуі бір жерден де сатылады, жекелеп те сатылады. Бір жерден болса, шамал жақсы келісім болады. Түркістан қаласында тұр. Кез келген өңірге жіберуге болады. Асыл тұқымды ешкі ұстаймын деген кісілерге міне керемет жақсы мүмкіндік. Себебі бұл уже заненнің сүтінің литражы қосылса, ал енді альпидан бұда жәндегі майлылығы жоғары болып, дәмі жақсы болып, сонымен қатар длительность лактации, яғни сауын уақытының ұзақтығы арта түседі. Сонымен Алла нәсіп қылса, міне керемет ешкілер болады. Уже табиғатқа да төзімді, сондай тамаша ешкілер болады Алла нәсіп қылса. Міне осылар Түркістан қаласында 8702 509 91 63 нөміріне хабарласасыздар. Ешкілер 4-еуі де құжатымен, как положено, родословный құжаты бар. Кез келген өңірге салып жібере аламыз. 4-еуін бір жерден алсаңыздар жақсы мүмкіндік. 4-еуі де бірінші тума болады Алла нәсіп қылса. Уже қазір текелерге бір 3-еуі ма түсіп қойды, қателеспесем. Мүмкін 4-еуі де түсіп кеткен болу керек. Бірақ енді оған енді дәл қазір қолға ұстап білінбегеннен кейін гарантия деген сөз айта алмаймыз. Міне жақсы мүмкіндік алып қалам деген кісілерге. Кәдімгі занендерден көрі, мысалы үшін уже бұда альпи деген аты бар. Жәндегі сүтінің қоюлығы бар, дәмі жақсы. Оның үстіне ең басты құндылық сауын уақытының ұзақтығы. Яғни жаңа айтып жатырмын ғой, 2 жылдап та сауылып жатқан ешкілері бар, мысалы үшін. Себебі олар сыр өндіреді, соған бола осындай скрещивание жолымен, яғни асылдандыру жолымен осындай керемет төлдер шығарған. Барлығы Елена Гамбургтан. Хабарласыңыздар.